Баршаңызға қайырлы күн. Ресторан кафелерде сұранысқа ие хит қытырлақ баклажанның жасалу жолын көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алдымен осылай баклажандарды бөліктерге бөліп аламыз. Сыртқы қабығын ашсаңыз да болады, ашпасаңыз да болады. Осылай майда бөліктерге бөліп аламыз. Кейін салқын суға тұзбен араластырып салып қоямыз 15-20 минутқа. Осындай болып суы қараяды. Үстіне крахмал қосып араластырамыз және майға қуырамыз. Баклажандар қытырлап күшті болып шығады. Енді көкшөптің үстіне баклажандарды саламыз, үстіне помидор саламыз. Үстіне кисло-сладкий соус немесе аджиканы қоссаңыз болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Маған тіркеліп қолдау білдіріңіздер.